27-ші дәріс балам ақша деген деп басталады. 125-ші 127-ші беттер кітаптағы. Енді бұл жазбаның қалай жазылғанын бір айта кетейін. Бағанағы айттым ғой, Шамиль Аладдиновтың 45 күндік забегіне қатыстым. Сол жерде бір тапсырма болды. Балаңа ақшаның не екенін қалай түсіндіресің деген тапсырма болды. Осы тапсырманы сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Яғни бала дегенде өз балаңыз болса, бір шамамен 4 жасар бір ақыл есі кіре бастаған балаға, немесе сол жастан 4-тен жоғары, 4 пен 11-дің арасы дейікші, сол жастағы балаға ініңіз, қарындасыңыз, сіңліңіз біреу болуы мүмкін ғой енді. Сол балаға ақша дегенді қалай түсіндірем деп бір ой жүгіртіп көріңіз. Мына жазбада мен осы тапсырманы орындадым. Яғни балам ақша деген деп ақшаны кәмпиттің мысалымен түсіндіргенім бар. Бұл енді диалог түрінде өрілген. Бұл менің баламның жауабы емес. Бұл менің бір елестетіп, осындай диалогты бір құрып жазған түрім. Яғни балам ақша деген ол кәмпит деп ойла. Егерде мына кәмпитті сақтасаң, ертең тағы бір кәмпит берем. Сосын осы кәмпитті сен бағанадай бір ойыншық 10 кәмпит жинасаң, 10 кәмпитіңді бір ойыншыққа алмастыра аласың. Тағы басқасын, яғни кішкентай кезден бастап балаға таныс түсініктер арқылы ақшаның не екенін түсіндіруге тырысу керек деп ойлаймын. Осы жазба енді оқып жатсаңыз, бір үлгі ретінде алып, бір түсіндіріп көрсеңіз болады балаңызға. Бірақ осы тұста мен бәрімізге бір пайдалы болатын бір басқа бір дүниені бөліскім келіп тұр. Ол Фейнман әдісі деген бір әдіс бар. Яғни ол әдістің айтар ойы жалпы сіз 8 жасар балаға, 8 деген бір шартты жас деп алсақ болады. Ол бәлкім 6 болуы мүмкін, 11 болуы мүмкін, бірақ қысқасы сол 8 жасар балаға бір түсінікті түсіндіре алсаңыз, жеткізе алсаңыз, онда сіз сол нәрсені жақсы түсіндіңіз деген сөз. Мысалы, фотосинтез деген не екенін 8 жасар бала түсінетіндей жеткізе алсаңыз, түсіндіре алсаңыз, сіз фотосинтез деген процесті жақсы түсінгенсіз, яғни жақсы меңгергенсіз деген белгі. Сондай Фейнман әдісі деген сөз. Сіз өміріңізде бір нәрсені түсінгіңіз келіп жүр, соны түсінудің бір жолы, бір техникасы десек те болады. Әйтпесе, адам көбінесе жақсы түсінбеген нәрсесін қиын түсіндіруге тырысады. Ұстаз таңдағанда, мұғалім таңдаған кезде оның түсіндіру тәсіліне қарау керек. Егер де ол қарапайым тілмен, 8 жасар баланың өзі түсінетіндей тілмен жеткізсе, ойын бір түсініктерді түсіндірсе, бағанағыдай инфляция, акция не екенін түсіндіре алса, онда ол сол тақырыпты жақсы меңгерді деген сөз. Егер де қиындатса, қиын қылып жеткізсе, түсіндіру бір қиын болып кетсе, онда біліңіз, ол кісі оны шикі түсінген. Мысалы, сіз енді мені қазір студенттер тыңдап отыруы мүмкін, оқушылар тыңдауы мүмкін, мұғалімдер тыңдауы мүмкін. Сол кезде сіз бір кітапты оқыдыңыз дейік, бір жаңа дүниені меңгердіңіз дейік. Енді соны, сіз өзіңізбен сол темада жүрген, сізді жақсы түсінетін бір құрбыңыз, досыңызға түсіндірсеңіз, түсіндіре аласыз оны. Бір ғалымға түсіндірсеңіз, өткен ол ғылыми ортада жүрген адам, ол сол терминдерді меңгерген, ол түсінетті. Бірақ сіздің шын мәнінде терең түсінгеніңіздің көрсеткіші сол нәрсені 8 жасар балаға түсіндіре алуыңыз. Яғни алыңыз да түсіндіріп көріңіз. Сол кезде бірінші сіз мынандай этаптардан өтесіз. Бір мысалы айтайық, бағана фотосинтез дейік, фотосинтез процесі туралы, немесе қан айналымы, ағзадағы қан айналымын бір оқыдыңыз дейік. Біз биология тақырыбына кетіп қалдық, немесе тағы қандай бір процестер, тотығу, тотықсыздану процесі химиядағы, немесе энергияның екі заңы физикадағы, сол сияқты қаржы
акция, облигация дейік. Әйтеуір бір нәрсені оқыдыңыз дейікші, кітап оқыдыңыз дейікші, сол бір зерттеп, блокчейн деген не екен, криптовалюта не екен бір оқыдыңыз дейік. Сөйтіп бір кітаптан, бір интернеттен оқыдыңыз да, сонымен бітті. Анау кітаптың бетін жаптыңыз. Енді осыны барып 8 жасар балаға түсіндіріп көріңіз. Сөйтіп сіз ең бірінші қиындық мынандай болады. Сіз түсіндім деп ойлап отырасыз, анау нәрселерді оқып отқанда, зерттеп отырғанда. Бірақ түсіндіруге келген кезде тіліңіз күрмеліп, бір ақтаңылдақтар пайда болып, бір ойыңызды жеткізе алмай қиналып жатқаныңызды түсінесіз. Бұл бір жағынан жақсы, өйткені сіз әлі материалды терең меңгермегеніңіздің бір көрсеткіші. Сөйтіп сіз аласыз да бағанағы ақтаңылдақтар пайда болып қалды ғой, көрмеліп, енді не ғой, анау ғой, мынау ғой деп түсіндіресіз де түсіндіре алмайсыз негізі. Бала түсінбейді оны, 8 жасар бала. Сөйтіп қайтадан ана материалға барып ораласыз да қайтадан сіңіресіз анан. Сөйтіп баланың ол сұрақ қоюы мүмкін бағана 8 жасар бала. Анау ше, мынау неге, ауыл не деп сұрақтың астына алуы мүмкін. Сіз оған түсінікті тілде жеткізе алмауыңыз мүмкін. Сосын барасыз, қайтадан материалды қайтадан оқисыз. Сөйтіп 8 жасар баланың өзі түсінетіндей дәрежеге дейін жетесіз де болды. Сол кезде сізді осы тақырыпты терең меңгерді деп есептеуге болады да. Бұл өте күшті техника, өмірдің әр саласында қолдануға болады. Яғни сенің түсінгенің түсіндіре алған кезіңде ғана білінеді. Түсіндім деп ойлауың ғана ол. Бір нәрсені оқыдың, түсіндім деп ойладың, болды, түсіндің деп ойладың, бірақ шын мәнінде түсінген жоқсың. Яғни сол үшін де мынау кітаптарды талқылау өте маңызды да. Кітап оқыған кезде кітап талқылау енді бір идея ғой. Бәлкім бір-бірлеріңізді тауып жатсаңыздар, осындай қаржы қағидалары кітабын оқыған адамдар болса, немесе осы аудио дәрістер тыңдап жүрген бір таныстарыңыз болса, менің кеңесім өзіңіз тыңдап бермей, өзіңіз оқи бермей, сол кісілермен жиналып бір-бірлеріңізге түсіндіріп көріңіздер да, естіген білген нәрсеңізді. Сол кезде сіздің қаншалықты түсінгеніңіз көрінеді, және де басқа адам байқамаған нәрсені сіз байқайсыз да, сөйтіп бір-бірлеріңіздің білімдеріңізді толықтыра аласыздар. Сол, яғни осы жазба арқылы жеткізгім келгені, балам ақша деген осы. Енді мен қазір осы дәрісті жазып отырып бір ой келді. Сол кезде мына кітапты жазған кезде енді балам кішкентай, қазір ес біліп қалды. Сол балама оқып бергім келіп тұр да, осы бір бөлімді. Балама ақшаның не екенін түсіндіріп көргім келіп тұр. Енді ол кезде мен жаттығу ретінде жасағам. Баламды елестетіп отырып, баланың кішкене сұрақтарын, психологиясын ескеріп, енді соны бір іс жүзінде тексеріп көру керек. Егер балам түсінбей жатса, онда маған бір белгі ол. Дәке, тағы да іздене түс, тағы да балаң түсінетіндей стильде жаз деген сияқты. Яғни осы бағанағы Фейнман әдісін өмірде бір қолдансаңыздар болады, білім алу жолында қолдансаңыздар болады. Өте күшті әдіс. Енді ол ауызша түсіндірсең әдемі ғой. Енді соны жазбаша түсіндірсең, онда тіпті керемет. Жазбаша түсіндіру одан сайын қиын, бірақ бір қиын түсінікті жазбаша түсіндіре алсаң, сен одан сайын терең меңгердің деген сөзді ол тақырыпты. Енді бұл қысқа ғана жазба, бір 2 бет, 2-3 бет, балам ақша деген. Сіз осы жазбаны оқып жатсаңыз, өз нұсқаңызды дайындап көріңіз. Бір жалпы бір тапсырма, бір лайфхак болсын, кез келген нәрсені бір балаңызға түсіндіріп жүріңіз да, қиын түсініктерді. Сол кезде сіз кез келген тақырыпты мықты терең меңгерген адамға айналасыз.